Қыздар айнаға қарап сыланған сайын өздеріне өздері сұлу көрініп мәз болады дейді. Ал мен үшін түрім болса мынау. Тым болмаса атымды да келістіріп қоя алмапты. Шешін, шомылайық. Өй, мына ұлай суға ма? Мен тамаша жер таптым, міне. Ал балығы бар ғой, мынандай. Аудаймыз ба? Оны қойшы. Ескі диірменнен әрі, тоғайда. Жаяуды ойлайсың ба? Кәне, кеттік бе? Мамам жібермейді. Мамасының баласын. Чао. Бізді көресейік. Сен жығыл, мен өтірік шыққан болайын. Бәйгені бөліп аламыз, жарай ма? Кетші. Бізді мұнда ешкім танымайды, неден қорқасың? Аналардан тағы да күресетіндер бар ма? Әне, шығыңдар ортаға. Біз шығамыз. Ай, мынау бала емес, соқталдай жігіт емес пе? Кішкентай баламен Ой, шағасы танымайды деген шығыса жер болмай істей алмайды. Атке, көйген жүгінеме. Атке дейін. Жығыл енді болды. Райсың. Өзің жығыл. Жұртыңды сен бедің ғой. Жығылмаймын. Солай ма, ендеше өзі балың өзіңе. Аттырақ сөйле. Бері жақынырақ тұр. Ал, сөйле. Мен тұрсам, Оны қалай түсінуге болады? қайдам? Үштік бағам жоқ. Шынында да үштік бағасы жоқ па? Иә, оқу жағы жақсы. Сен түзелем деп қанша рет уәде бердің? Ал, сөйле. Талай рет. Соның бәрі алдау болғаны ғой. Алдағым жоқ. Сөйлейін десем де қисыны келмей қалады. Әлде бөгет болып. Бұзақ болды. Айдап салып жүрген біреулер бар ма? Жоқ, қайда жақсы бол дейтіндер көп. Жабық кеңесті ашық деп жариялаймын. Жаз. Не деп жазам? Жаз. Ертеңнен бастап тентек болып бірде-бір баламен төбелеспеймін. Егер өз дейсіші, онда қойды. Әйтпесе, көкіңді там де. Ал егер қоймасашы? Егер бұл мәселе осымен бітеді. Екінші мәселеге көшеміз. Жаман сөздер айтпайсың, сайтан, есуас, кешші, ақмақ секілді. Оның орнына жарамайды, мұның тәртіпсіздік, ұят болады деген сөздер айту керек. Тәртіпсіздік істесең, өзіңді өзің жазалайсың. Қалай? Оны кезінде көрерміз. Шешім бір ауыздан қабылданды. Маған жаны ашыған кім болды екен? Әйтеуір мектептен қуған жоқ. Демек сенген ғой. Енді қалай да сенімдерін ақтармын. Бұл шыным. Құрметті достар, осымен видео